Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Ішек пен қарын тазалауды үйретемін. Бүгінгі ерекше кейіпкеріміз Мөлдір Мұрынова осыдан бір жыл бұрын үйіне интернет желісі орнатылған күннен бері уақытын тиімді пайдалануға дағдыланып келеді. Өйткені интернет жоқ кезде үй шаруасы мен бала тәрбиесінен де бөлек жұмыстарына үлгермей жүрген. Бұрын поштаға барып төлейтін коммуналдық қызметтерді енді ешқайда шықпай-ақ бір батырмамен төлеп басқа да ісімен айналыса береді. Мемлекеттік қызметтерді де жылы төсегінде жатып-ақ қолданып отыр. Өзім балаларға білім беретін мұғалім болғандықтан интернет ауадай қажет дейді ол. Себебі балалардың үлгерімі интернет арқылы жүйеге енгізіледі. Оның айтуынша интернет желісі жүргізілместен бұрын басшылар қоятын талапты орындау оңай болмапты. Қазір бала күтіміне байланысты демалыста отырған ана желінің жылдамдығының арқасында өзінің сүйікті хоббимен айналысады. Ол әлеуметтік желілердегі парақшасында ішек пен қарынды қалай тазалауды үйретіп жүр. Ауылда бұрын мұндай интернет болмаған, ұялы телефондағы интернетпен ақпарат алу да қиын еді. Үйімізге осы желіні қостырғанымызға бір жылдай болды. Рахатын көріп отырмыз. Көп шаруамызды интернеттің арқасында үйде отырып бітіріп отырмыз. Қазір міне бос уақыт тауып, өз хоббиімді басқаларға да үйретіп жүрмін. Заманның ағынына қарай малды көбі базарда сойдырып алады да ішек пен қарын тазалауды білмейтін жастар көп. Оны тазалаудың тиімді әрі оңай әдістерін көрсетіп, әлеуметтік желіде бөлісіп жүрмін дейді Мөлдір Мұрынова. Мөлдір қалаған нәрсені ақшаға сатып алатын заманда жастардың ішек пен қарынды тазалай алмайтынын байқаған. Үйде бос отырғанша пайдалы іспен айналысқысы келген ол әлеуметтік желі арқылы өз хоббиін үйретуге бел буыпты. Әзірше оқырманы көп, жұлдыз болмаса да білгенімен бөлісіп жатыр екен. Айта кетсек, аталмыш ауылда интернетпен Транстелеком компаниясы қамтып отыр. Қазіргі таңда мемлекеттік және жеке мекемелердің серіктестігі бағдарламасы бойынша 523 елді мекен мен 25 мыңға жуық абонент байланыспен қамтамасыз етілген.